Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ағажанов Талғат Беркініш. Мен PhD докторат доцент. Мен осы жоғары математика курсын студенттерге сабақ ретінде беремін. Яғни бүгінгі сабақтың тақырыбы көп айнымалы функциялардың туындысы және дифференциалы. Көп айнымалы функциялар дегеніміз не? Көп айнымалы функциялар дегеніміз бірнеше айнымалыдан тәуелді функцияларды айтамыз. Мысалы, мынау z функциясы 2 айнымалы функциялар, а мынау омега функциясы 3 айнымалы функциялар. Енді осы функциялардың дербес туындыларын қарастырайық. Дербес туындылар дегеніміз ол мына түрде жазылады: dz dx, немесе бұны былай жазуға болады: z штрих x. Енді 2 айнымалы функция болғандықтан dz dy немесе z штрих y деп жазайық. Енді осы функциялардың дербес туындыларын қарастырып шығайық. Бірінші dz dx немесе z штрих x. Енді біз арктангенс x-тің туындысын білейік. Арктангенс x-тің туындысын жеке жазып қояйық. Арктангенс x-тің туындысы 1 бөлінген 1 плюс x квадрат. Бұны біз қоршап қояйық. Енді бізге z штрих x. X-тің орнында бізде y бөлінген x. Яғни, мына жерге жалғастырайық. Z штрих x дегеніміз ол бірінші арктангенс x-тің туындысын табамыз. Бірінші арктангенс x-ті. 1 бөлінген 1 плюс y квадрат x квадрат болады. Және осы y бөлінген x-тің x бойынша туындысы. Жерде y как сан ретінде. Сол кезде мұнаны біріншісін түрлендіріп алайық. Ортақ бөлімге келтіреміз. X квадрат. Мына жерге x квадратты береміз. X квадрат плюс y квадрат. Бұл жерде 1 бөлінген x тұрақты, y тұрақты. Y-ті алып шығамыз. 1 бөлінген x-тің туындысы, 1 бөлінген x, ол x-тің минус 1 дәрежесі. X-тің минус 1 дәрежесі, минус 1 алдына түседі, көбейтілген x-тің минус 2 дәрежесі. Тең, мынаны түрлендіріп жазатын болсақ, x квадрат жоғары шығады. X квадрат плюс y квадрат көбейтілген. Мына жерде бізде минус y бөлінген x квадрат. Енді мына x квадрат пен x квадрат қысқарады. Минус y бөлінген x квадрат плюс y квадрат. Осы сияқты енді екінші ретті y бойынша туындысын табайық. Z штрих y. Бұны біз жаңағындай, енді бізде мына мысалымыз бар. Мынау өзгермейді, тек қана өзгешелік мына жерде болады. Сол кезде мынау бойынша біз білеміз, бұл біріншісі x квадрат плюс y квадрат. Енді проблема мына x бойынша, y бойынша туындысы. Бізде бір плюс бар. Мынау 1 бөлінген x-іміз, ол бізде тұрақты сан. Немесе бұлай жазайық. 1 бөлінген x шығарып жібереміз. Көбейтілген y-тің y бойынша туындысы. Y-тің туындысы x-тің туындысы сияқты, ол 1-ге тең. Сол кезде бізде қалады x квадрат плюс y квадрат көбейту 1 бөлінген x. Мына x пен квадрат қысқарады. Сол кезде бізде бұл x бөлінген x квадрат плюс y квадрат. Яғни біз мына z тең арктангенс y бөлінген x-тің дербес туындыларын қарап шықтық. Енді давайте омега функцияның туындыларын қарап шығайық.
Енді давайте мына омега функциясын, мынандай функцияны қарастырайық. Z тең қапсы омега тең ln квадрат x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Енді сол кезде бізге керегі d омега dx немесе омега штрих x қысқартылып тұрды. d омега dy омега штрих y d омега dz және омега штрих z. Осы функциялардың дербес туындыстыларын қарастырайық. Бірінші омега штрих x. Яғни біздіңше ln бойынша туындысын табамыз. ln функцияны. Бірақ мына жерде дәл күрделі функциялықтан 2 алдына түседі. ln x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Күрделі функциялықтан бірінші ln-нің туындысын табамыз. Ол 1 бөлінген x. Ол кезде жазамыз x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Енді шының туындысын x бойынша табамыз. Яғни біз бұл жерде қандай туындыларды таптық, қандай формулаларды пайдаландық, жазайық. Бірінші біз xn-нің туындысын таптық. Ол n xn минус 1 формуласын пайдаландық. Екінші ln x-ның туындысын пайдаландық. Ол 1 бөлінген x. Бұларды біз қоршап қояйық. Енді мына жерде 2 ln x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат бөлінген x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Енді мынаның x бойынша туындысын, ал y квадрат z квадрат деген ол как сан ретінде қарастырамыз. Ол тұрақты санның туындысы, ол 0-ге тең. Сол кезде біз x квадраттың туындысын табамыз. Ол 2x-қа тең. Сол кезде үстінде 4x көбейтілген ln x квадрат плюс y квадрат z квадрат болады. Астында x квадрат плюс y квадрат z квадрат. Осы сияқты омега штрих y-ті де жазуға болады. Айырмашылығы жоқ. Тек қана мына жерде уже бізде 4y болады. Тура сол сияқты 4y көбейтілген ln x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Астында x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат болады. Осы сияқты бізде омега штрих z. Ол да ешқандай өзгеріс жоқ. Өйткені x квадрат, y квадрат, z квадрат бәрі бірдей болып тұр. Сол кезде бізде 4z көбейтілген ln x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат, x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Енді менің өзімнің студенттеріме ыңғайлы болуы үшін мен Рябушка кітабындегі азы онда бір есептерін қарастырып шығайын. Бізде университетте азы онда бір Рябушка бойынша осы мысалдарын қарастырайық. Соның екінші есебіндегі бірнеше мысалдарын қарастырып шығайын. Бірінші мына функцияны қарастырайық. Z тең x куб плюс y куб минус x y квадрат осының кубы. Осының дербес туындысын қарастырайық. Яғни біз тауымыз керек. Бұл жерде екі айнымалы функция z штрих x, z штрих y. Енді z штрих x-ті біз бірінші мына жерде куб тұрғандықтан дәрежелі функция ретінде қарастырамыз. Яғни күрделі функция. 3
x куб плюс y куб минус xy квадраттың квадраты болады. Енді мынау ішінің функциясын x куб плюс y куб минус xy квадратты x бойынша туындысын табамыз. Бірінші сол бетті жазамыз. x куб плюс y куб минус xy квадрат. Енді мынау ішінің x бойынша туындысы мынау y кубтікі 0 болады. Себебі онда x қатысып тұрған жоқ. X кубтың туындысы бізде 3x квадрат болады. Ал бұл жерде мынау y квадратымыз тұрақты, как будто 5x-тің туындысы сияқты. Сондықтан бұл жерде x-тің туындысы ол бірге тең, сондықтан y квадрат шығады. Мынау біздің бірінші функция z'(x) бойынша туындысы. Ал z'(y) бойынша туындысы бізге жеңіл болады. Неге жеңіл болады деген? Өйткені мынау қайталанады. 3x куб плюс y куб минус xy квадрат. Бұл күрделі функциядан кейін. Енді x куб плюс y куб минус xy квадраттың y бойынша туындысын қарастырамыз. Сол кезде мынаны тұрақтың жазып аламыз. X куб плюс y куб минус xy квадрат. Енді мынау y бойынша туындысы, x кубтың туындысы ол 0 болады. Бұл жерде y қатыспай тұрғандықтан, y кубтың туындысы ол 3y квадрат болады. Ал енді мына жерде керісінше x тұрақты. Минус x көбейтілген y квадраттың туындысы ол 2y-ге тең. Ықшамдап дұрыстап жазатын болсақ, 3 көбейтілген x куб плюс y куб минус xy квадрат көбейту 3y квадрат минус 2xy. Яғни біз дербес туындысын таптық. Давайте тағы бір мысал келтірейік. Бұл екінші есептің асы болды. Енді екінші есептің b-сын қарастырайық. Қиындық болсын, біз бұның g-сын қарастырайық. Давайте g-сын қарастырайық. Z тең ln x плюс x квадрат плюс y квадрат. Яғни, осы функцияның дербес туындыларын қарайық. Жаңа мен оны былай жазып шықтым, енді керісінше жазып қояйық. dz dx тауымыз керек еще dz dy. Жақсы. Бірінші әртүрлі dz dx деп тұрады. Яғни бірінші біз ln-нің туындысын табамыз. ln x-ның туындысын мына жерге жазып қояйық. ln x-ның туындысы ол бізде 1 бөлінген x. Яғни ln x-ның туындысын табамыз. 1 бөлінген x-тің орнында бізде мына функция тұр. x плюс түбірасты x квадрат плюс y квадрат. Енді осы ішінің x плюс түбірасты x квадрат плюс y квадраттың туындысын x бойынша табамыз. 1 бөлінген x плюс x квадрат плюс y квадрат. X бойынша туындысы, мынаның x бойынша туындысы ол 1-ге тең. Бірақ мына жерде уже бізде күрделі функция. Мына жерге пайдаланған формулаларды жазып отырайық. Түбірасты x-тің туындысы ол 1 бөлінген 2 түбірасты x. Ал бізде түбірінің орнында x квадрат плюс y квадрат. Значит, бізде болады 1 бөлінген 2 түбірасты x квадрат плюс y квадрат. Көбейтілген ішінің туындысы x бойынша. Сол кезде мына жерде y квадраттікі 0 бөледі, x квадраттікі 2x. Енді мен кішкене бізде опыт болғандықтан мен кішкене ықшамдап тезірек жазып жатырмын. Мынаны қысқартамыз. Енді ықшамдау керек болса, ықшамдауға тырысайық. 1 бөлінген x плюс түбірасты x квадрат плюс y квадрат көбейту
мына ортақ бөлімге келтіреміз. Мына жерге түбір асты x квадрат плюс y квадраттан келеді. Сол кезде түбір асты x квадрат плюс y квадрат. Сол кезде мына жерде үстінде x плюс түбір асты x квадрат плюс y квадрат. Яғни мына екеуі бірдей болғандықтан мына екеуі қысқарады. Сол кезде бізде қалады 1 бөлінген түбір асты x квадрат плюс y квадрат. Енді мына формулалар бізге кішкене мешепті анықтаймыз, біз өшіретейік. Оны сіздер көрдіңіздер. Енді біз dz, dx, dy алайық. Яғни ол мына жер қайталанады, тура сондай ықшамдалған түрі. Оны былай жаза салайық. Енді бізге мынаның x бойынша, y бойынша туындысы. Y бойынша туындысы. Яғни 1 бөлінген x плюс x квадрат плюс y квадрат. Яғни мына x-тің туындысы ол 0 болып кетеді. Мынаның туындысы жаңағы түбір асты x-тің туындысы сияқты 1 бөлінген 2 түбір асты x квадрат плюс y квадрат көбейтілген, яғни y квадраттың туындысы x квадраттікі 0 болады, потому что біз x бойынша туындысын тауып тұрмыз. Y квадраттың туындысы 2y. Мынау қысқарады. Сол кезде үстінде бізде қалды y бөлінген x плюс x квадрат плюс y квадрат көбейтілген түбір асты x квадрат плюс y квадрат. Яғни мынау y бойынша дербес туындысы, мынау x бойынша дербес туындысы. Тағы да бір мысал қарастырайық. Осы бөлімнің екінші есептің e есебін қарастырайық, кішкене өзгешелік екен. U тең x, y, z квадрат. Яғни бізде тауымыз керек. Y штрих x, y штрих y, U штрих z. То есть 3 дербес туындысы. Бірінші U штрих x-тан бастайық. Бұл жерде біз бірінші как xn-нің туындысы ретінде қарастырамыз. Бұл бізде белгілі n xn-1. Яғни бізде ax емес. Неге бұл қарастырамыз? Потому что x-тің дәрежесі отыр. Мынау как тұрақты сан сияқты. Бірінші, мынау z квадрат n-нің орнында тұр. Яғни z квадрат алдына түседі. x, y, z квадрат минус 1. Енді ішінің туындысын табамыз. x, y-тің x бойынша туындысы. Z квадрат көбейтілген x, y, z квадрат минус 1. X бойынша туындысы, как мынау x-тің туындысы ол бірге тең, мынау тұрақты сан. Бұл жерден y қана шығады. Дұрыстап жазатын болсақ, z квадрат көбейтілген y, көбейтілген x, y, z квадрат минус 1. Енді U штрих y дегеніміз тура сол сияқты. Z квадрат алдына түседі. X, y, z квадрат минус 1. Енді мынау x, y бойынша туындысы. Бұл тура сол сияқты. Бұл жерде x шығады. Сол кезде бұны жазатын болсақ, z квадрат көбейтілген x өйткені y-тің туындысы бірге тең, x как тұрақты сан сияқты. x, y, z квадрат минус 1.
Енді u штрих z туындысы. Бұл жерде енді өзгеше. Енді бұл как ax ретінде қарастырылады. A-ның орнында бізде мынау тұр. Ал x-тің орнында бізде мынау тұр. Яғни ax-тің туындысын білесіңдер, ол ax көбейтілген ln a. Яғни өзі қайталанады. Бұл дәрежелік функция емес, ол көрсеткіштік функция. Квадрат ln x, y, бірақ бізден о дәрежесінің өзі де күрделі. Z квадраттың Z бойынша туындысы. Дұрыстап жазатын болсақ, x, y, Z квадрат көбейтілген ln x, y. Мына жерде модульдік шама қойып қоюға болады. Бізде x, y белгісіз. Z квадраттың туындысы 2z. Енді ықшамдап түрде жазатын болсақ, 2z көбейтілген x, y-тің z квадрат ln x, y. Яғни, біз сендерге бүгін дербес туынды туралы қысқаша мәліметтер бердік. Енді давайте осы жерде, осы бөлімде дифференциалын тоже қарастырып өтейік. Дифференциалдың түкте қиындығы жоқ, ол туындысын табамыз, дифференциалды қосып жазамыз. Давайте мен сіздерге оны түсіндіріп өтейін. Яғни дифференциал дегеніміз бізде мынандай дербес дифференциалдары, оны толық дифференциал деген келесі сабақта өтеміз. Бұлай жазамыз. f' x, y, dx, dy, z тең f' y. Жерде біз dx-ті жазуға ұмытып кеттік. x, y, dy. Яғни дербес туындысын тауып, оған dx, dy-ті қосып жазамыз. Давайте онда мына есепті қарастырайық. Кішкене қиын болсын. Қиын да болса омега x, y квадрат z куб. Жаңа алдындағы мысалға келтірілген сияқты. Сол кезде біз қараймыз. Бірінші дербес туындысын dx омеганы қарастырайық. Яғни бірінші бұл x-ің n дәрежесі ретінде қарастырамыз. Бұл z куб алдына түседі, көбейту x, y квадраттың z куб минус 1 дәрежесі көбейтілген мына ішіндегі функцияның x бойынша туындысын табамыз. X бойынша туындысы үші көбейтілген dx. Айырмашылығы dx, dy-ті қосып жазамыз. Сол кезде z куб x, y квадрат z куб минус 1. Бұның x бойынша туындысы, x-тің туындысы бірге тең, y квадрат dx-ті қосып жазамыз. Енді dy омега, ол тура сол сияқты z куб көбейтілген x, y квадраттың z куб минус 1 дәрежесі көбейтілген x, y квадрат y бойынша туындысы көбейтілген dy деп жазамыз. Сол кезде z куб көбейтілген x, y квадрат z куб минус 1. Енді мынау y бойынша туындысы x тұрақты 2 алдына түсіп, 2xy dy. Енді dz омега. Ол бірақ басқаша, бұл ax жаңағы мысалға келтіргендей, өзі бірінші ax-тің өзінің туындысы z куб ln a-ның орнында бізде x, y квадрат. Енді z кубтың туындысы z бойынша. Бұл үші көбейтілген dz-імізді ұмытып кеттік. 3z квадрат, 3z квадрат, ln
x y квадрат көбейтілген x y квадрат z куб көбейтілген dz. Яғни біз дербес туындылар арқылы дербес дифференциалдарын тауып жаздық. Енді осыны бір кішкене қолданыстағы мысалдарын қарастырып шығайық. Яғни мен азы онда бірдің есептерін қарастырып жатырмын ғой. Солардың ішінде үшінші есеп бар. Үшінші есепте былай дейді. U'(x) плюс U'(y) плюс U'(z) m0 1/1 дегі мәнін тап дейді. Функцияны жазайық қазір. Функциямыз мынандай. U тең ln 1 плюс x плюс y квадрат плюс z куб дейді. Яғни бізге ол үшін дербес туындылар керек. U'(x) табамыз. Біз білеміз, бірінші ln туындысы. ln x-тің туындысын жазып қойып, ол 1 бөлінген x. Яғни бізде нәжде x-тің орнында 1 плюс x плюс y квадрат плюс z куб. Яғни жазамыз 1 плюс x плюс y квадрат плюс z куб көбейту. Бұның бірінші x бойынша туындысы. Бірінің туындысы 0, x-тікі 1-ге тең, y квадрат z кубтікі 0 болып кетеді. Енді y'-y'-тікі тура осы сияқты. Енді айырмашылығы нәжде y бойынша туынды тапқандай, үстінде 2y болады. Асты қайталанады. Ал U'(z) дегеніміз, яғни нәжде z куб бойынша туындысы, ал ln x, яғни бірінші 1 бөлінген 1 плюс x плюс x плюс y квадрат плюс z куб көбейтілген z кубтың туындысы, z бойынша туындысы 3z квадрат. Енді мәндерін қойық. Яғни y'(x)-тегі m0-дегі мәні 1, 1, 1. Ол тең болады. Мына жерге бәріне 1-ді қойып шығатын болсақ, мынау 1 бөлінген 4 болады. y'(y) m0 нүктесіндегі мәнен 1, 1, 1. Ол тең болады. Уже мына жерде астында білеміз 4, үстінде 2. U'(z) m0-дегі мәні 1, 1, 1. Ол тең болады. Уже үстінде z қана бар. 3 бөлінген 4. Енді мұнаны тауымыз керек. U'(x) плюс U'(y) плюс U'(z) тең болады. Яғни 4-тен 1, қосу 4-тен 2, қосу 4-тен 3. Енді ортақ бөлім барлығында 4, үстінде 6. Қысқартамыз 2-ке, 3 бөлінген 2. Рахмет тыңдағандарыңызға. Егер де менің курсыма жаза аламын десеңіздер, осы описаниеде тұрған нөмірге хабарласыңыздар. Немесе мен нөмірімді жазып қояйын. 878 324 16 76. Бізде онлайнда курстар бар, офлайнда курстар бар. Сондықтан да жоғары математиканы үйренемін десеңіздер, менің курсымда қарауларыңызға болады. Мен бүкіл курсты сіздерге жазуға тырысамын. Жақсы.